Пакистандық дәрігер Ишан Хусайни медицина саласында жасаған үлкен ерен еңбектері үшін марапатталуға үлкен бір конференцияға бара жатқан еді. Ұшаққа отырады. Бірақ ауа райының күрт өзгеруіне байланысты найзағай қатты ойнағандықтан самолет ең жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Одан кейінгі ұшақ 16 сағаттан кейін еді. Ызалы түрде Хусайни: "Ол конференцияға мен міндетті түрде баруым керек, мен 16 сағат күте алмаймын" дейді ашуға мінген дәрігер. Әуежай қызметкерлері баратын жері 6 сағаттық жер екен, қаласа көлік жалдап бара алатынын айтты. Хусайни асығыс жолға шығады. Бірақ жаңбыр қатты жауып жол көрсетпей, селдерден көлік жүре алмайтын жағдайға жетеді. Дәрігер жолдың шетіндегі ескі үйдің есігін қағып, үйге кіреді. Үйде қарт бір әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған: "Телефоныңды бере тұр, қоңырау шалуым керек" деген кезде әйел: "Балам-ау, көрмей тұрмысың, бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, біраз демал, тамақ іш, шай іш, содан кейін ол жұмыстарыңды да көре жатарсың" дейді. Жігіт шарасыз түрде қарт кісінің айтқандарына келісіп, біраз жылынып, тамақтанып болып шай ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып, ұзақ дұға етіп, Аллаға жалбарынады. Хусайни назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқанын және бесікте қимылсыз кішкентай нәрестенің жатқанын көреді. Мұншалық жылап дұға қылардай не жағдай болды? "Мынау кімнің баласы, апатай?" деп сұрайды. Қарт әйел: "Бұл анасынан да әкесінен де жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңдайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусайни деген дәрігер бар екен, бірақ ол өте алыста. Оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан Алла бұл сәбидің дертін жеңілдетіп, шипасын берсін" деп Аллаға дұға қылудамын. Сол сәтте дәрігер Хусайни көз жасына ерік берген еді. Екі бетін жас жуған күйі: "Орныңнан тура қой, апатайым. Алла сенің дұғаңды қабыл қылды. Сенің дұғаң көкте найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды. Аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді" деген екен. Көрдіңіздер ме дұғаның құдіретін? Алла құлдарына қалағанын осылай береді.